Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте қарапайым, тез дайындалатын және өте дәмді болып шығатын құймақтардың рецептімен бөліскім келеді. Бізге қажетті заттардың барлығын описанияға жаздым. Сол жерден қарап, жасап көрсеңіздер болады. Ең бірінші ыдысымызға жұмыртқаларды салып, үстіне 3 ас қасық қант қосып, қантымыз ерігенше жақсылап араластыратын боламыз. Сонан соң үстіне 1 стакан сүтімізді қойып, оны да жақсылап араластырамыз. Жақсылап араласқаннан соң үстіне 1 бокал ұнымызды електен өткізе отырып қосатын боламыз. Барлығын бірден салмай, бөліп қосуымыз қажет. Ал енді 1 бокал ыстық суымызға жарты шай қасық ас содасын жақсылап араластырып, дайын массамызға қосамыз. Сонан соң 2 ас қасық сұйық май қосып, 1 келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Міне біздің массамыз дайын болды. Ал енді қысып тұрған табаға аз ғана май құйып, бір ожаудан құя отырып, 2 бетін қызартып, құймақтарымызды пісіріп алатын боламыз. Осы рецепт бойынша міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, жұмсақ және нәзік болып шығады. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар, себебі алдағы уақытта өте пайдалы рецептермен бөлісетін боламын.